Hürmetli radyo tınlawçılar, Yawgir hüde tapşırığını tыңлайһығыз. Biz unikal arxiv yazmalarda frontavik şagirdardan tiri tavşan яңгыратабыз. Yawgir көңілі, ветерандың көңілі ұлы дүния, онда хазиналар, ынжылар, әрну қатыштың шатлықтар бар. Біз еңісі деген тойғы бар. Исі кетмей дүния вақлығына, Yawgir көңілі бітмәс байқиске, сеттен баққан артық ғұрыр хымақ, асылдауды бекмеске. Yawgir'дің көңілі бітмәс бақыт, ғұмырына жетер қуаныс, Яханамдар өтіп исән қалды, жиендары янға юаныс. Қуанмаслық мыны, қолдарында көптен мылтық мінен қылыс жоқ. Европала қонақ түгіл, құжа, ол яулаған изгі тыныслық. Ветерандың көңілі тұтыш ғазап, мәңгі өтмей тұрған жоғалту. Тән ярахы біті, ян ярахын мүмкін түгіл екен оңалту. Қызланмаслық мыны, уқ пулялар, яудаштарды қуып жетелер, достардың ең яқын асылдарын қапылғына алып кетелер. Yawgir'дің көңілі уяу, хизгір, бір шатлана, бір сауыл бұйық, хиста келмәс уға келішмәсті, байымсызлық мінен тыңғылық, бір жүрекке хия планетаның сәңгәр күгі, ғазиз ер хауы, янды кәп тұра өткендері, бүгінгі хөуті бір сұлы, татлы ұйқылардан уянауыл, тұғыр таңдар үшін шымлана, қатар елдер исә Европала, сит шәуләләр жүрі ел бала. Ветерандың көңілі тыныс йорттан алып ките алыс ярдарға, уйы жете Афган таударына, Бейруттарға, Сальвадордарға, шахид кенә түгел, яваплы ул, дөньялағы бітә хәлдәргә, азалтлықты яқлап утқа керә, достар өсөн ауыр мәлдәрдә. Һич зарланмай кырыс язмышынан, үзе бір ер уның ғұмыры, заман сыңы тулы сиксіз дөнья, ветерандың ұлы көңілі. Филос, барала яқшымы? Яқшы. Ғилимдар Рамазанов Yawgir көңілі шиғырын оқына. Студияла қонақта Башқұртстанның халық артисі Сара Буранбаева. Ғилимдар Рамазанов, тәржімәсі, ғалим, Башқұрт әдебиетін, журналистикаһын үстірусі шәхстәр біздің бірігі. Үз еңдәрінде генә һугыш ауырлықтарын кисерген шағирдар гына йөрәктәрҙе тетрәндерә. Сынлап та шулай, хақ күҙҙәр. Ғилимдар Рамазанов, 1923-1993 годы жизни. Поэт, журналист, переводчик, доктор филологических наук, лауреат премии имени Салавата Юлаева. Призван в Красную армию в конце 1941 года. Участвовал в битве на Курской дуге, в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Австрии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медалью за боевые заслуги. Его стихи публиковали фронтовые газеты.